Мынау қайдан шыға келді, я? Айналайын, батырым сол. Эй, мына киімді қайдан тауып алды? Завтра у них концерт ко Дню независимости, и он играет в какого-то батыра. Ата, я похож на настоящего батыра. Әрине, айналайын, әрине. Бірақ, ана туған тілің, ана тіліңнің жетіспей тұрған, ай. Егер сен сол бабаларының тілінде ұран салсаң, ана жауларының бәрі қашып кетер еді. Мама, о чем он говорит? Я совсем не понял. Я говорю, что ты похож на батыра. Но родного языка, языка настоящих батыров тебе не хватает. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақ тіліндегі жасанды интеллект жобасын сәтті аяқтап, мемлекеттік тіліміздің инновациялық технологиялар саласында қолданысын арттыруға және ғылым мен білімді дамытуға қосқан зор үлесі үшін Еркінбай Батыржан Қайратұлы Әл-Фараби медалімен және 50 миллион теңге көлеміндегі ақшалай сыйақымен марапатталады. Құтты болсын. Рахмет. Жалпы Қазақстанның әрбір азаматы интернетті қазақ тілінде қолданса, және де фильмдерді қазақ тілінде көріп, іздеген ақпараттарын қазақ тілінде тауып жатса, бұл біздің мақсатымыз орындалған деп білеміз. Ана тілімізді құрметтейік. Балам, сен енді нағыз батыр атандың. Еңбегің жана берсін. Рахмет, анашым. Оның бәрі сіздің арқаңызда ғой. Ана тілімде алған тәрбием үшін сізге алғысым шексіз, анашым. Балам, бұл замандағы жарыс, ғылым мен білімдегі жарыс. Бұл замандағы нағыз ерлік, ғылымдағы ерлік. Сендерде зияткер ұрпақтардың арқасында тіліміз мәңгі жасайды. Балам, сен атаң мен әжеңнің үмітін ақтадың. Олар қасымызда болғанда қатты қуанар еді. Иә, анашым, бәлкім атам мен әжемнің батасы қабыл болған шығар. Иә.